Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді құймақтың рецептісімен бөлісемін. Құймақтарыңыз осындай әдемі, жұмсақ болып шығады. Салмасына сүзбе қосып жасаймын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Алда көптеген рецепттермен бөлісемін, сондықтан каналға тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, венчиктің көмегімен көпіргенше араластырамыз. Үстіне тұз, қант және де 1 стақан сүтті қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнды міндетті түрде електен өткізіп, барлығын бірден қоспай, екіге бөліп қосамыз. Содан соң үстіне 1 стакан сүтті қосып, артынша сұйық майымызды қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Соңында массамызды араластыра отырып, 1 стакан ыстық қайнап тұрған суды қосамыз. Біздің массамыз осындай сұйық болып шығады. Табамызды қыздырып, аздап май жағып, құймақтарымызды пісіріп аламыз. Шеттері қызара бастаған кезде аударып, екінші жағын пісіреміз. Менде 20 шақты құймақ шықты, ол табаның диаметріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Құймақтарымыз пісті, енді оның бетін пакетпен жауып, салмасын дайындауға кірісейік. Ол үшін сүзбеге 2 қасық қаймақ қосып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер де сүзбеңіздің майлылығы жоғары болса, қаймақ қоспасаңыз да болады. Содан соң үстіне қант, ваниль қантын және 1 жұмыртқаны қосып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Пакетке салған кезде біздің құймақтарымыз одан әрі жұмсақ болып шығады. Ортасына сүзбемізді салып, видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Табамызды қыздырып, сары май салып, құймақтарымызды аздап қызартып аламыз. Мінекей біздің құймақтарымыз дайын. Әртүрлі қаймақ, бал, вареньемен беруге болады. Тіпті ештеңе қоспай өзінде жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонда сіздер видеоны бірінші болып көретін боласыздар.